Сағат кешкі 9, ал мынау менің жаңа үйімнің терезесінен ашылатын көрініс. Бұл күндері Лондонда түн кеш бататын болған. Мен жұмыстан енді келіп, өзімнің лайнерларымды қалай ауыстыратынымды сіздерге көрсетпекшімін. Оларды әр 2 апта сайын ауыстыру керек, және олар брекет сияқты тісті дұрыстайды. Today is 20th March. What the hell? Бүгін менің практиканың басталғанына тура 1 апта болды. Ойларым. Бүгін менің өткен жылғы степ интерншиптағы хостым келді. Және екеуміз 1,5 сағат күшті әңгіме айттық. Лондон мен Цюрихті салыстырдық. Ол айтты, Цюрих шынымен де бір кішкентай ауыл сияқты, ал Лондон үлкен мегаполис қала. Цюрих Еуропаның қақ ортасында орналасқан, сондықтан Еуропаның барлық қалаларына пойызбен 3-4 сағатта немесе ұшақпен 1,5 сағатта жетуге болады. Ал оны сенбі күн жасауға болады. Сенің зарплатаң көбірек, сондықтан сен саяхаттауға көбірек ақша құрта аласың. Кез келген күні шығып басқа жаққа кетіп қаласың. Ал ең бастысы Швейцарияның табиғатын көруге мүмкіндік бар. Сенбі хайктар жасауға болады. Мына таулардың барлығы Швейцариядан 2 сағаттық жерде, мүмкін максимум 4 сағаттық жерде. Ал Лондонда адам көп, саған ұқсамайтын немесе саған ұқсайтын адамдар да көп. Мында боулингқа, караокеға баруға болады. Одан кейін адамдар бір-біріне ашығырақ, жастар көп. Цюрихта жұмыс істеу үшін сенің 3 жыл опытың болса, керек болса, Лондонда жастар көп жиналады және адамдарға көп виза береді. Мында зарплата ондай көп болмаса да, Цюрихпен салыстырғанда, сен көптеген қызықтар көре аласың. Мен ойымша, жас болған кезде маған Лондонда өмір сүрген көбірек ұнайды және мен өзімді көбірек осы жерде көретін сияқтымын. Одан кейін екеуміз өткен жылда не болғанын, адамдар қалай өзгергенін айтып әңгімелестік. Мен оған айттым, менде қазір сондай импостер синдром самозванца болып жатыр. Өткен апта бойы, мен мына жерде не істеп жүрмін, мен түк білмеймін ғой, мен жай үйреніп жатырмын, мен не үшін алды, мен командамдағы ең тупой адаммын деген сияқты ойлар мазалады деп оған айттым. Және шынымен ол көмектесуге тырысты. Маған есіме түсірді, Жібек, сен өткен жылда тура сондай сезімдер сезіндің ғой, және ол қалыпты, ол окей деді. Одан кейін алғаш рет өмірімде ұзақ уақытқа жалғыз тұрайын деп жатқанымды айттым. Карантин бойы мен бір жалғыздықта болған сияқтымын, өйткені мен ешкіммен сөйлеспедім. Мен сыныптастарыммен де, достарыммен де сол бір байланысты үздім. Және оларды іздемедім де, оларды қылған жоқтым сол кезде.
универге келген соң адамдармен соншалықты көп сөйлестім. Мен ойымша менің өмірімде бір семестр жоқ мен адамдармен сөйлеспегелі. Үнемі менде сол әлеуметтік ортам болатын. Карантин біткелі бері жалғыз қалып көрген жоқпын, және одан бері мен талай рет есейдім. Есейген соң ойымша өзімді ұмытып қалған сияқты. Мысалы қазір жалғыз тұрғанда білмеймін, мен офисқа нешеде барғым келеді, нешеде қайтқым келеді. Бұған дейін мен осылай біз әлеуметтік ортамыз бар, бүкіл барлығымыздың календарімізді не уақыт кестемізді бір-бірімізге сай қылып қоямыз, бір-бірімізге ыңғайлы болу үшін, біз бірге қыдыру үшін. Мен офисқа нешеде барғым келеді, ал нешеде қайтқым келеді. Офистан кейін адамдарсыз не істегенді мен жақсы көремін. Мен баратын хоббиларды оларға жалғыз бара аламын ба, немесе мен жалғыз саяхаттай аламын ба? Жалғыз саяхаттаған маған ұнай ма? Жалғыз тұрған маған ұнай ма? Жалғыз тұрғанда мен не істеймін? Маған қандай кітаптар ұнайды? Ал мен қалай рефлексия жасаймын? Сол сияқты сұрақтардың жауабын мен білмейді екен. Өткен апта біршама қиын болды. Сенбі күні жыладым және көп ұйықтаған сияқтымын. Мен шаршадым біріншіден, бірақ екіншіден сол жалғыздықты қабылдай алмаған сияқтымын. Қалай? Мен достарым жоқ емес, бар, бірақ олардың біреуі Грузияға, біреуі Қазақстанға, біреуі Әзербайжанға, біреуі Турцияға кетіп қалды да. Мен келдім және мен алғаш рет осылай жалғыз қалып отырмын. Сташка жайлы. Менің хостым Палестинадан. Бірінші рет мен Палестинадағы адаммен кездестім. Және оған дейін мен Израиль мен Палестина арасындағы соғысқа мүлдем қызықпағам. Және ең бірінші күні біз ұзақ сөйлесіп қалдық, 1-2 сағаттай кешкі ас офиста, сондықтан біз бірге тамақ ішкен болатынбыз командамен. Екеуміз сөйлесіп қалдық және мен сол соғыстың тарихын, саяу шығыстағы жағдайды алғаш рет солай естідім да. Осы жексенбі күні өзім оқи бастадым сол жайлы. Бұл деген особенно Лондон офиста осындай ерекше әртүрлі мемлекеттен адамдарды көруге болады. Біздің командада Босниядан адам бар, Колумбиядан адам бар. Мына мемлекеттердің мен тек қана естігем, мен олардың картада қай жерде екенін де білмеймін да. Ал олардың тарихын, тілдерін, мәдениеттерін біз түскі аста не кешкі аста сөйлесеміз. Сол күшті. Сенбі жексенбі өзімді қолға алуға тырыстым. Жоқ болды жібек. Біз енді жалғыздықта жата бермейміз ғой. Енді достарымды күтіп, олардың келуін. Өзім өмірімді өз қолыма алуды шештім. Кеше кішкене жұмыстағы тақырыпты қарадым. Dependency injection деп аталады. Бүгін барында вау деп қайттан қарадым. Кешкі 7-ге дейін отырған сияқтымын. Көп адамдармен кездестім, бірақ кешкі 7-ге дейін отырдым. Шынымен былай өтірік қиын емес. Мысалы өткен жылы стажкада мен есімде сондай бірдеңелер үйренгенде бір оқимын, түсінбедім, екінші рет оқимын, кішкене сәт түсіндім, үшінші рет оқимын, тағы да түсіндім. Мына жерде, ал мына қазір оқып жатқан затымды бір 10 рет оқимын және тек жартысын түсінген сияқтымын. Бүкіл контекстті ала алмаймын. Хостымнан көп сұрақ қойдым. Бүгін екеуміз проект жайлы сөйлестік және мен проекттің не жайлы екенін түсіндім. Маған ары қарай задачалар беріп қойды. Бүгін лифтқа кіремеймін ба? Кірердің алдында біреуді Қазақ Репаблик деген свитшотпен бір адамды көремін. Қазаққа ұқсайды, шынымен ішуге барам, кафеге. Сол Google-ның ішіндегі. Сөйтсе ол әйелмен отыр екен. Ал ол адамдарды мен бұған дейін кездескем олармен. Олар мені Google-ның офисына кіргізген. Өткен жылы былтыр. Содан кейін үшеуміз әңгіме айттық. Сол қызық болды. Бүгін көп адамдарды кездестірдім. Рефлексия жасадым. Жалғыз қалған соң бір кісі мен кітап оқи бастады. 4-5 ай кітап оқымадым. Бірақ көшкелі бері мен Джордж Оруэллдың 1984 деген кітабын бітірдім. Мен ол кітапты бір 4-5 рет бастаған шығармын. Бірақ ешқашан соңынан оқи алмайтын. Осы жолы мына кітапты жартысын бұған дейін оқыдым.
Алматыда бөліп мына жаққа келген соң қалған жартысын бітірдім. Қатты ұнады. Мен ойымша бұған дейін мен бұл кітапты бастадым және оқи алмаған, өйткені өсу керек еді мына кітаптағы идеяларды түсіну үшін. Және бұған дейін мен өзімнің университетте курсымда Джордж Оруэллдың The Politics and the English Language деген эссесін оқығам. Сол жақтағы идеяларды біз кәдімгідей анализ жасап, класспен талдағанбыз. Сонда маған Оруэллдың идеялары ұнаған, және мына кітапта мен ол идеялардың көрінісін көрдім. Одан кейін мен жақын құрбым Энтони Дордың Пича город за облаками деген кітабын кеңес берді. Мен оның 44%-ын бітірдім. Маған ұнап жатқан жоқ. Мен оны сенбі күні түсіндім. Мен кітапты оқып жатырмын да, ұйқым келіп жатыр. Одан кейін ойлаймын, мен ұйқым келетін кітапты не үшін оқимын деп. Бұрында мен андай алтын ережем бар еді. Жоқ, кітапты соңына дейін бітіру керек деген. Бірақ қазір ойлаймын, 44%-ын оқып, маған ол кітап ұнамай жатса, ұнамайды емес, бір қатты ұнамайды, қатты ұнайды деп те айта алмаймын. Сондықтан басқа кітапқа көшпекшімін.